Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Демалыс күні таңғы асқа не дайындарыңызды білмесеңіз, осы хачапурды дайындап көріңіз. Өте дәмді, ерекше таңғы ас көріңіздер. Ең алдымен бізге слоеный тесто керек. Менде үйде бар болды, және сыр керек. Осы екі ғана ингредиенттен тұратын осындай хачапури дайындаймыз. Қамырымызды алып, осылай жаямыз. Мантыға жайған сияқты өте жұқалау боламыз. Сол кезде хачапурimiz күшті болып піседі. Осылай жайдым. Онда молынан сүйіп, мантыға тураған сияқты осындай төртбұрыш деп тураймыз. Ортасына сыр салып, осылай дәл видеодағыдай бүктейсіздер. Осылай хачапуриларымызды дайындаймыз. Тез әрі жылдам. Таңғы асқа таптырмас ерекше таңғы ас. Осылай барлығын дайындап шығып, пешімізді қызартамыз 190 градусқа. Önümüzге формамызды осылай салып, бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Осылай толықтай жағамыз. 15-20 минутта біздің дайын болады хачапуриларымыз. Осылай толық жағып шығып, бәріне духовкаға саламыз. Ал біздің хачапуриларымыз дайын болды. Осындай пушистый, хрустящий болып шығады. Тілі деген дәмі үйреді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Айман. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сіздерден комментарий күтемін. Рахмет.